Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 123 сабақ үстеу тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі қателерді табамыз және де түзетіп жазамыз. Сонымен бірге үстеулерді ажыратамыз және де оларды қолданатын боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. 12-ші тапсырма: өлеңді тиісті тыныс белгісімен толықтырып жаз. Елорда менің Астана, осында жаңа бастама, сәулетті зәулім үйлер көп, көрікті сондай жас қала. Балалар, бұл өлеңде біз өлеңді мәнерлеп оқысақ, бұл жерде ең соңында көрікті сондай жас қала деген леп белгісі болуы керек. Қате осында. Қатені түзеп леп белгісін қойдық. Енді үстеуді тап, оған сұрақ қой дейді. Өлеңдегі үстеу осында. Қайда деген сұраққа жауап береді. Естеріңізде болсын, қайда сұрағына жауап болатын үстеулерді мекен үстеулері дейді. Мысалы, жоғары көтерілді, ілгері жүрді. Қайда көтерілді? Жоғары көтерілді. Қайда жүрді? Ілгері жүрді. 13-ші тапсырма: берілген үстеулерді қатыстырып сөйлем құра. Берілген үстеулер алға, ілгері, төмен және де артта сөздері. Балалар, енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құраймыз, Алға Қазақстан. Алыстан бір көлік ілгері жүріп келеді. Малшылар таудан төмен түсті. Барлық уайым артта қалды. Мінекей балалар, берілген үстеулерді қатыстырып біз осындай сөйлемдер құрастырып жаздық. 13-ші тапсырма сіздерге түсінікті болса, 14-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Көп нүктенің орнына төмендегі мекен үстеулерін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, бізге берілген керекті сөздер тысқары, жолшыбай және де мұнда деген сөздер. Яғни біз көп нүктенің орнына осы сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Абай Нұрсұлтан қаласында. Оның мұнда келгеніне көп болған жоқ. Туған жердің қадірін тысқары жүргенде білерсің. Біз жолшыбай кітап дүкеніне кірдік. 14-ші тапсырма сіздерге түсінікті болса, 15-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз. Үстеулерді тап. Балалар, бірінші сөйлем: Ербол төрде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Оқушылар кезек-кезек тақпақ айтты. Арай ағылшынша жақсы біледі. Мінекей балалар, біз сөйлемдердің қатесін түзеп, астына қарамен жазып қойдық. Сол сөйлемдерді көшіріп жазасыздар. Енді үстеулерге сұрақ қоятын болсақ, бұл жердегі үстеу төрде, кезек-кезек және де ағылшынша деген сөздер. Енді осы үстеулерге сұрақ қояйық, Төрде қайда деген сұраққа жауап береді, мекен үстеу болады. Төрде деген сөз төрде отыр сөзімен байланысып тұр. Екінші кезек-кезек қалай деген сұраққа жауап береді. Бұл жердегі кезек-кезек деген сөз айтты сөзімен байланысып тұр. Үшінші ағылшынша. Бұл сөз қалай деген сұраққа жауап береді. Ағылшынша сөзі біледі сөзімен байланысып тұр. Балалар, мына ережені естеріңізде сақтаңыздар. Қалай сұрағына жауап беретін үстеулерді сын қимыл үстеулері дейді. Мысалы, тез оқиды, ақырын сөйлейді. Қалай оқиды? Тез оқиды. Қалай сөйлейді? Ақырын сөйлейді. Олай болса, осы ережені жаттап алыңыздар. Келесі бізде 16-шы жаттауға назар аударыңыздар. Үстеулерді оқы. Осы үстеулерді білдіретін мағыналарына қарай топтап жаз. Балалар, енді осы үстеулерді топтастырып жазатын болсақ, мезгілді білдіретін үстеулер былтыр, әуелден, әлдеқашан, күндіз, ежелден, үнемі сөздері екен. Ал мекен үстеулер ілгеріде, тысқары, мұнда, төмен, сонда деген сөздер. Ал сын қимылды білдіретін үстеулер олар жол жөнекей, тез, әрең-әрең, қолма-қол деген сөздер жатқызылады. 17-ші тапсырма: өлеңді оқып жатқа жаз. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Балалар, сын қимыл үстеуін тап дейді. Бұл жердегі сын қимыл үстеу ақырын деген сөз екен. Олай болса, 18-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Шығармашылық үзіліс.
Суреттердегі зат атауларының алғашқы әріптерінен мақал құрап оқы. Балалар, бұл жердегі әр сөздің бастапқы әріптерін алатын болсақ, бізде алыс пен жақынды жортқан білер деген мақал шығады екен. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Жазылған комментарийға міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса, балалар, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар.